Аманбай, ал ауылдың тойы, елдің тойы. Қошеметтеп отырыңыздар ауылдың баласының. Ей, бәрекелді. Жартылай ма? Жарты. Екі жарты бір бүтін болды ғой онда. Аламат осы белдесудің жеңімпаз атанды. Қошеметтеп қойыңыздар. Аманбай дейтін баланы айтып отырмыз ғой. Талай дәрежелерді алған, талай жерде чемпион болған баламыз. Сағысын басын, талай жарыстардан жүлдені алып келе бер Аманбай. Ғаламатқа Аманбайға бір қошемет көрсетіп қойыңыздар ағайындар, ауылдастар. Көлбай Темірлан, Батыс Қазақстан облысы, Ақсайдың тумасы, Тана ауылының азаматы. Жаңа дәрежелерін айтып өттік. Темірланның дәрежесі өте көп, талай жарыстардан жүлде салған палуанымыз. Талай осы Бейнеудің маңындағы, Маңғыстаудың маңындағы тойларда талай жүлде салып алып кеткен палуанымыз. Самбодан әлем чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, дзюдодан Қазақстан Республикасының чемпионы, ұлттық құрама мүшесі Көлбай Темірланға қошемет көрсетіп қойыңыздар. Батыс Қазақстан облысынан келген. Біздің Оразалин Дінәсіл дейтін баламыз, ауылдың баласы, кешеде әдемі күресті көрсетті. Болашағы алда деп ойлаймыз, талай жарыстарға қатысып та жүрген бала. Дінәсілға да қолдау көрсетіп отырамыз. Енді ауылдың баласы. Ауылдың баласының қай кезде де жанкүйері көп қой, бірақ енді Темірланға да қырын қарамаймыз. Ол да елдің баласы. Қазақ бәрі бір. Жарылғапов, Дәурен, Багенов, Дулат дайындалып отырсын. Дулат пен Дәурен дайындалып отырсын. Біздің Дінәсіл 2003 жылғы бала ғой, ауылдың баласы. Темірлан одан сақалау, енді 10 жастай сақалау шын. Тіреп күрескен үшін Дінәсілге ескерту беріліп жатыр. Ал әлі уақытың бар, қараңыздар палуандар. Бізге кім алғаны, жүлдені кім алғаны емес, бізге әдемі күрестің болғаны керек. Темірлан Көлбай, Батыс Қазақстаннан. Мына Дінәсілді де көріп отырсыңдар, тіл көзіміз тасқа. Опа, кетті. Соны түсінбеймін. Табанды қарсылық көрсетіп жүр. Ескерту келе береді, неге екен? Міне осындай ағаларымен күресіп шыңдалады ғой Дінәсілдерді. Кешеде Сарыға барысында да біраз армандап қойғанбыз. Бәрекелді. Қазаға түсірді. Дінәсіл ештең етпейді енді. Темірлан Көлбай ағаңды келесі айналымға жібердің. Дінәсіл, талма, самға, тек алға. Дінәсіл үшін қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді. Темірланға да жақсы қарсылас болдың. Дәурен, Жарылғапов, Багенов, Дулат, келіңіздер. Екі мықты. Жаңа бір айта кететін хабарландыру, күрес, қол күресі.
Қол күресінен жаңа жарыс болды. Соның марапатын біз Ақтауға кететін, жан-жаққа кететін қатысушылардың барына байланысты осы күрестен кейін сол қол күресін марапаттап жібереміз. Соны естеріңізге салайық. Дайын тұрыңыздар, палуандар. Қол күрестен жеңімпаздар дайын тұрыңыздар, алаңға келіп тұрыңыздар. Дайындалып отырсын Шүкірбаев, Ерболат, Қайырбай, Манас дейтін палуандар. Бакенов, Дулат, Атырау облысынан, Атырау қаласынан, Қазақстан күресі, қазақша күрес, дзюдодан спорт шебері, Қазақстан Республикасының жүлдегері, Шеркеш бала Бакенов, Дулат дейтін. Қошеметтеп қойыңыздар құрметті қонақтарымызға. Дәурен Жарылғапов, білесіздер, Қараш бала, қазақ күресі, дзюдо спорт шеберінен спорт шебері. Жақында өткен Атақозы Айтқұлұлы Батырдың күресінде ой. Біз жаңа аузымызды жиған жоқпыз айтып, Дәурен тазаға түсірді. Атақты енді Қара Бураның інісі. Бакенов Дулатта ат терлетіп, алтын басын ұйып, алтын уақытын қиып, Атырау облысынан келген палуанымыз ғой. Дулатқа да бір қаттырақ қошемет көрсетіп қояйық. Жарайсың, Дулат. Аман жүр, жүлдені ала бер. Шүкірбаев, Ерболат, Қайырбай, Манас дейтін палуандарымыз қайда? Жүлдені тапсырып жіберейік, айтпақшы. Киініп дайындала беріңіздер. Қазақтың қол күресі. Ол да келіңіздер әкел. Қазақ күресінен, қазақтың қол күресінен. Бұл қайда? Сарға ауылының 50 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылған қол күресі сайысында 3-ші орын алған Қалмырзаев Темірлан марапатталады. Қошемет. Темірлан қайда? Темірлан Ақтаудан келген палуан ғой, солай ма? Біздің ауылдың білесің. Темірлан. Жүлдесі қандай? Жүлдесі 3-ші орынға 20.000 теңге. Қайда? Темірлан қайда? Ортаға шақырыңыздар. Біз Тимок дейміз, Темірлан. Темірлан Наурызбайұлын шақырамыз. Сарғауылдың 50 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылған қол күресі сайысында 2-ші орын алған Абылашев Заңғар марапатталады. Кәнекей, қошемет. 2-ші орын Заңғар. Бейнеудің баласы Заңғар дейтін бала. $30.000 теңге жүлдесі бар. 1-ші орын Сәрсенбаев Дос дейтін палуанымыз. Ақтаудан келген палуан. 1-ші орын. 1-ші орынды алған Дос Сәрсенбаев. Келіңіздер. Жүлдесі 50.000 теңге. Сәрсенбаев Дос дейтін палуан. Ауылдың баласы Тимокты көріп тұрсыздар ғой, міне. 3-ші орын алған. Жайлап кетеді ғой енді. Дос қайда? Дос 1-ші орын алған адам. 1-ші орын алған адамда ұстатпайтын жер. Күресіміз жалғастырамыз. Досқа табыстайды жігіттер. Шүкірбаев, Ерболат, Қайырбай, Манас дейтін палуандар дайын. Götürülmüyor mu? Bunu almak.
Дайындалып отырсын Қобыланов, Закареев келесі палуандар күресетін. Дайын отырамыз. Қайырбай Манас дейтін палуан. Ауыз айтып жиған жоқ бұзай. Қайсы? Ал қызыл белбеудегі палуан Қайырбай Манас. Жылойдан келген палуанымыз. Шеген бала. Шүкірбай Берболат, Айтқұл бала, Бейнеудің баласы. Келесі Қобыланов, Ғаламат, Закареев, Сұңғат. Закареев, Сұңғатқа түсу. Ғаламат күрес көрсетеді деп сенеміз. Көке бала кет. Сұңғат, айттық қой жаңа, Қызыл Қоғам, Миялы ауылынан келген Евразия барысы. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, қазақ күресі, самбо, дзюдодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Менде қатып жатқан Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі. Менде Беріш бала, Сұңғат үшін де бір қошеметтеп қойыңыздар. Жартылай жеңіс Сұңғаттың пайдасында. Ғаламат әлі уақытың бар. Намысқа тырыс. Енді бұл Сұңғатты қолдамаймыз дегеніміз емес. Осы ауылдың баласы, ауылға қонағымыз Сұңғат келіп жатқан. Бұндай кез келгеннің уысына түспейтін, кез келгеннің бақшасында піспейтін палуандар ғой Сұңғат дейтін. Біздің ауылға Сарғаның тойының дәрежесін көтеруге келіп отырған Сұңғаттан неге айналмасқа? Әне, Сұңғатты мақтап жатыр едік, тазаға түсірді. Таза жеңіс Сұңғат Закареев. Папау Нұрсұлтан, Көлбай Темірлан дейтін палуандар. Бұна бара-бара тіпті қиындап баратыр ол палуандар. Менде қатып жатқан жоқ. Өздеріңізден болмаса. Көлбай Темірланды жаңа таныстырдық қой. Батыс Қазақстаннан келген палуан. Біздің Папау Нұрсұлтанда Бейнеудің талай жарыстарында, талай астарында Бейнеудің намысын қорғап жүрген бегей жігітіміз Папау Нұрсұлтан. Көлбай Темірланның да атына қанық ел. Олар ұшып кетті, аз болғаны ма не? Енді Сарға ауылының 50 жылдық тойы өтеді дейтін дабыс басталғалы. Ел жерге тарағалы, міне палуандар, әр жерден өнерпаздар, ауылдан кеткен ағайын тума ауылдастар барлығы да келіп жатыр. Енді осы күрестің жүлдесіне де талай ағаларымыз, ауылдың азаматтары барлығы да ақшалай көмектерін берді. Енді олардың атын атап түсін түстемейміз, бірақ осы ауылдың чаттарында ауылдың ағайындарының бәрі біледі кімнің қолдау көрсетіп жатқан ауылға. Осы қазақша күрестің бас жүлдесі 1 миллион теңге. Екінші орын 600 мың теңге. Темірлан Көлбай. Темірлан тазаға түсірді. Екінші орын 600 мың теңге. Үшінші орын 300 мың теңге. Төртінші орынға да 100 мың теңге сыйақымыз бар. Жарылғапов, Орынбасаров. Келіңіздер, балуандар. Жарылғапов, Орынбасаров, Махамбет, Жарылғапов, Дәурен. Жоқ ошабатындай болып кейін шығып жатыр, капюшонмен. Мәсе шешу керек қой. Енді бұлар палуандар Бейнеуден берісі, арысы Батыс Қазақстан облысынан келгеннен кейін, ауыл болғаннан кейін, ел болғаннан кейін, жаңағыдай қомақты жүлделердің болғаны дұрыс қой. Енді ауылдың азаматтары қолдау көрсетті. Барлық жүлде санап қарасаңыздар 2 миллион теңге. Ол да аз ақша емес.
осы ауылдың азаматтары үшін осындай қолдау білдірген. Қошеметтеп қойыңыздар, ауыл үшін, азаматтар үшін қошеметтеп қойыңдар. Орынбасаров Махамбет дейтін Бейнеудің баласы, Жеменей бала. Жарылғапов Дәурен Қараш бала, Қара бураның інісі аумай қалттай өзі. Қара бураның дабысы, Дәуреннің де дабысы сол ағасынан қалмай келе жатыр. Қазір Маңғыстаудың бірінші орнының барысын Нұрдәулет алса, екінші орнын осы Дәурен алып жүр. Біздің ауылдың баласына, Ақжігіттің балдарына тең келетін палуан болмай тұр Маңғыстауда. Бейнеу ауданы үшін де қошеметтеп қойымыз керек. Ауылдың баласы. Айындалып отырсын. Өтті. Қайырбай Манас, Бақтыбеков Жансерік. Жақсы күн күтеміз ғой, сенде менде. Қайтеміз жақсылыққа көнбегенде. Дәуренің, Нұрдәулетің бар ауылсың. Екешін ел қазақ үшін күресер ел дегенде, осындай батырларды жинап алсаң, кімге сенем, сендерге сенбегенде деп Ақжігіттің тойында осындай батырлар Ақжігіт ауылынан. Ақжігітте бізге бөтен ауыл емес. Сылбыр күрескен үшін екеуіне де ескерту берді төреші. Дәурен тазаға түсірді. Таза жеңіс. Жарылғапов Дәуреннің еншісінде. Орынбасаров Махамбет талай жүлделерді алады деп сенеміз әлде де. Бәрекелді. Қайырбай Манас, Бақтыбеков Жансерік дейтін палуан. Келіңіздер. Жансерік Бейнеуден, Әли ауылынан. Қайырбай Манас, Құлсарыдан келген шеген бала деп айттық жаңа. Екеуі де Маңғыстау, Сарға. Дәрежеде алған, қазақша күрестің жілігін шаққан, майын ішкен азаматтар. Осыдан кейін ақтық сынға жолдама үшін Закараев, Сұңғат, Көлбай, Темірлан дейтін палуандар дайын отсын. Әдіс сапасыз. Айналып кетті-ау деймін. Көлбай, Темірлан, Закараев, Сұңғат дайын отырсын. Ой, екі алыптың күресі. Таза шпен айналып кетті. Жылойдан келген палуанымыз Манас, Қайырбай Манас. Жылойдан келген палуан. Жансерік өзіміздің Бейнеудің баласы. Жылой мен Бейнеудің берекелі. Байланысы әуелден күшті. Ауылы аралас, қойы қоралас, төсекте басы төскейді. Малы қосылған ауылдар. Бұл жігіттер осы алаңдан түскеннен кейін бауыр, алаңдан түскеннен кейін дос. Енді мына жерде намысқа тырысады, мақтысы жеңеді. Біз мақтысы жеңгеніне қиқулап, әдемі әсер алып отыруымыз керек. Күресек,
осыған дейін де мына қазақша күреске дейін де талай қомақты жүлделері бар сайыстар болды. Жаңа Аламан бәйгелі. Оның да бас жүлдесі миллион болды, 600 болды, 400 болды. Ол да осы ауылдың азаматтарының арқасы. Одан кейін тайдың жарысы, кеше ошақ бәйге. Барлығының да жүлделері қомақты. Азаматты тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек дейді қазақта. Сол азаматтардың арқасында осындай дүбірлі той жасап, атымызды, Сарғаның атын Қазақстан көлеміне паш етіп жатырмыз. Ол да болса үлкен жетістік. Бізбен бірге Жаңаөзеннің ауылы да, Қызылқоғаның ауылы да той тойлап жатыр. Ақшымырау ауылының да тойға дайындығы бар. Барлығы да сол елдің азаматтарының арқасы. 30 секунд қалды. 30 секунд қалған. Ұпай жоқ па не? Белдескен жақсы. Екі палуанда да ұпай жоқ. Әдемі тіресіп жатыр. Бізге керек алып жатқан ғой. Бірақ енді екі палуанда мықты, бір-біріне беріспейді. Артында өзінің намысы, елінің намысы, ауылының намысы жатыр. Сондықтан қай палуан берілсін? Уақыт. Күресті көтеру үшін бәрі жүрді. Халықаралық дәреже. Мына Сарға, Маңғыстау. тәсілі кімнің қолы шықса белбеуден, аяғы жерге, тізесі жерге тисе, құласа, мына кілемнің сары қызыл кілемнің қызыл бөлігіне кімнің аяғы бірінші тисе, сол жеңіледі. Кеше осы Сарға барысында да сондай ережені ұстанғанбыз. Сондықтан палуандар жеңілгеніміз мойындап, ешқандай өкпе-ренішсіз болмасын, ауылдың жігіттеріне сенеміз. Ал басталды. Енді бұның ұзақтығы 1 минут қойылды. Ай! Көкке береді. Белбеу көкке беру керек. Төрешілердің шешімі. Мына қызыл белбеудегі палуан өзі. Видео бар ма? Видео. Бірақ мына төрешілердің шешімі Аслан мен Талғатқа сенеміз дедік қой жаңа. Бізге кімнің жеңгенде маңызды емес, мықтысы жеңгені маңызды. Бірақ та қызыл белбеудегі палуан әдіс сенікі, я. Қазір төрешілер шешсін. Тиіп қалды, иығы тиіп қалды, жатып қалды. Бірақ жасаттық қой, әдемі. Әрекет жасағанға өйретеді. Ереже бар ғой, ереже. Бірге бір шығасың. Өзгертпеу керек, ол бәле бар өзгертпеу. Ой, Сарғаның. Ақтауға
Қара бураның інісі бар. Өзі жоқ. Ал, Жансерік. Ой, болан. Манас жеңіске жетті. Қайырбай Манас Құлсарыдан келген. Енді мына төрешілер видеода бар екен, содан қарады. Палуандар өкпе болмасын, төрешілердің шешіміне бағынамыз дейтін манадан айтылған сертіміз бар ғой. Ақтық сынға жолдама. Көлбай, Темірлан, Сакараев, Сұңғат, екеуі де мықты палуан. Ал бізге қай жеңгені біздікі ғой енді. Орал ма? Орал, я. Дайындалып отырсын Қайырбай, Манас, Жарылғапов, Дәурен дейтін палуандар. Бұқалардың көріскен жақсы. Мына Закараев, Сұңғатта, Темірлан, Көлбайда екеуі де Қазақстан барысында, Евразия барысында, әлем барысында күресіп жүрген жігіттер. Жарты Сұңғаттың пайдасына жартылай жеңіс. Екеуі де мықты палуан. Қазақстан барсын, әлем барсын, Евразия барсын телевизордан көреміз ғой. Осы телевизорда жүрген жігіттер бұлар. Осылар алтын бастарын иіп, алтын оқтарын қиып, біздің сарғада күресіп жатыр. Біздің елдің абыройы. Осындай жігіттердің келгені бізге абырой. Сондықтан келген қонақтарға қошеметімізді, бар құрметімізді аямауымыз керек, ауылдастар. Қиқулап қойыңыздар. Жүлдегерлерді бірден осы жерден табыстаймыз. Темірді қызған кезінде соғамыз. Бұйырса міне. Бұк дейсің ғой. Әдіс сапасыз тоқтатылды. Бұк танытса да. Ойнап айтып ғой. Баяғы осы бұк қой. Темірлан шейді. Төлеген Айбергеновтың өлеңінде бар ғой, жүлде берем. Жығылған палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса дейтін. Өздеріңізге ұнаған палуан болса, ауылдасың болса, ағайының болса, қосымша жүлделерді әркім өз атынан тағайындауға болады. Кеше көрдік Сарғаның барысында тәм қозылар атысып бір-бірімен. Ақшалар бұлай да бұлай ұшып. Ауылдың сақи азаматтары тоқтатылды. Әдіс сапасыз. Сұңғатта жартылай жеңіс бар. 1,5 минут уақыт бар. Палуандар жарыстың нәтижесін өзгертіп жіберулеріңіз өз қолдарыңызда. Енді палуанның бағы мен бабы қатар келіскен. Палуан алады ғой енді. Бағы жанып тұрған, бабы келісіп тұрған. Мына шалдардың, баяғы шалдардың заманында абылайлап, ербекеттеп, тірбекеттеп ұрандайтын батырлардың ұраны болатын. Ал сол батырлардың ұраны осындай дәрежедегі күрестерде шалдардың атын айтып қойсаңыздар. Әруақ шақыру дейтін қазақта бар ғой енді. Сол шалдардың әруағы қолдасын. Сол шалдардың әруағы өткендердің құрметіне ас садақа берілді. Алла қабыл етсін. Шалдар болмаса біз кімбіз? Сұңғаттың да өзінің Ағатай дейтін ұраны бар. Берже ауылының. Сонымен бітейін тұра. 20 секунд. Жартылай бар ғой.
Ортаға түсті ғой. Почти таза еді, жартылай беріп еді ғой. Суға таспайды. Уақыт аяқталды. Сұңғат Закараев ақырғы айналымға жолдама алды. Темірлан 3-ші орынға күресесің бұйырса. Дайындал, бабыңды келтір. Жарылғапов Дәурен, Қайырбай Манас қой, солай ма? Қайырбай Манас, Құлсарыдан келген палуан. Міне көріп өтсіздер, Манас Құлсарыдан, Жылойдан келген палуан. Дәурен Ақжігіттің баласы, Темірлан Оралдың баласы, Сұңғат Атыраудан келген. Міне 3 палуан сырттан келген, қонақтарымыз 3 палуан жүлдеге ілініп тұр. Енді қазір қандай жүлде болатынын көреміз. Бірақ сырттан келген 3 палуанымыз да жүлдеге ілініп тұр. Енді бұйырған алады. Алыстан келгесін жүлде алғанды жақсы көресің. Ауылдың балдарының жеңгенді жақсы көресің. Кімге несібе бұйырады, кімге осы ақша бұйырады, сол алады ғой енді. Мықтысы жеңеді. Біз қазақ тек мықтысы менікі дейтін қазақпыз ғой. Шалдардың атын айтып айқайлап. Дәуренмен Манастың да атына қанып болдық. Атақ дәрежелері бір бастарына жетеді. Әлі де жас жігіттер бұйырса талай бәйгелерден жүлде салатын жігіттер ғой бәрі. Біз осылармен мақтанамыз, осыларды арқа сүйейміз, осыларға сенеміз. Қазақтың бейбіт күннің батырлары. Бейбіт күннің батырлары. Ескерту ма 2 палуанға да, ал сылбыр күрескендерің үшін ескерту. Кім жеңеді, кім жығылады? Бізге енді беймәлім. Талай жарыстарда көріп жүрміз. Дәурен інілік танытып, қара бура ағасына талай белбеуінің мойнына салып, аға сенің жолың болсын, аға сен жең ары қарай деп талай інілік көрсеткенін де білеміз. Ол да үлкен тектілік, ол да үлкен қазақылық. Маңғыстаудың барысы біріншісі қара бура болса, екіншісі осы Дәурен. Палуан Қараштың тұқымдары қойынды, Палуан Қараштың. Осындай жігіттерден қалай айналмайсың? Давай, біреуіне бер. Қайырбай Манаста Жылойдан келген шеген бала. Екеуі де Тобыштың баласы. Тобыштың балдары. Ауылдың балдары, қошеметтеп қойыңыздар, қиқулап қойыңыздар. Мына күрес әсер етеміз сіздерге. Қазақы қан бар ма бойларыңда? Неге қиқу жоқ, неге айқай жоқ? Қазақы қаны бар, әрбір қазақ қиқулап отыру керек сияқты. Ой, былай деп қойшы. Жиырма 5 секунд қалды.
Екі палуанда да ұпай жоқ әзірге. Белдесуге барайын деп тұрған сияқты. Енді екі мықты енді. Біреуін құлай қойың деп айта алмаймыз сірә. Екеуінің де намысы бар, екеуінің де жүлде алғысы келеді. Палуандарға сірә шектеу жоқ қой. Жеңгені мықтысы біздікі. Уақыт. Ал белдесеміз. Белдесудің ережесін жаңа айттық, тағы да қайталап өтейін. Кім палуан бірінші қызыл кілемнен аяғы тисе, қызыл кілемнің қызылына, қолы шығып кетсе белбеуден, құласа тізесі жерге тисе, сол палуан жеңіледі. Мына камера, жан-жақтан бір камераға түсіріп отырғанымызда дұрыс еді. Мына операторлар. Қазір спорный вопрос болып қалса, болмау керек қой. Абайлаңдар, сендердің амандықтарың керек. Ережені сақтап, жақсылап күрес көрсетіңіздер. Жеңгені ақтық мәреге шығады, сұңғатпен күреседі. Таза түсіп қалды. Таза түсіп қалды. Көріп отырсыздар ғой, енді біз Дәуренді де, Манасты да бөле жармаймыз. Бәрің ортақсыңдар жігіттер, батырлар. Қазаққа батыр ортақ дейтін ұғым бар. Батыр ортақ, ақын ортақ. Сондықтан батырларды біз бөле жармаймыз. Кім алса да әдемі тәсілмен, әдемі жеңіспен. Көрдіңіздер ма, төрешілерге бағынамыз енді. Біздің жаңа Қазақстан барысы сияқты сайыстарда рахат қой, 30 жерден камера түсіріп тұрады. Қалай шалыс болған басқан қарап отырады. Дұрыс айтады, көрсетіп керек жоқ. Ал бөле жармаймыз. Қай баланы да, қай палуанды да бөле жармаймыз, жігіттер. Ешқандай реніш өкпе болмасын. Бәрекелді. Мына Манас дейтін бала да өзінің азаматтығын танытты, жеңілгенін мойындады. Бәрекелді. Дәурен, 5 минут демалыс береміз. Дәурен Сұңғатпен бірге ақтық мәреде. Манас пен Темірлан 3-ші орынға күреседі. Сәрсенбаев дос дейтін бала қайда? Жаңа қол күрестен бас жүлдені алған Сәрсенбаев дос дейтін Ақтаудың жігіті қайда? Келді ма? Досты кәдімгі. Аяқ тимеген. Дос па, келді ма? Аяқ тимегенде қауіп. Оң болсын, құтты болсын. Таза түсті. Аяқ тиіп кеткен болып тұрған бұтының арасынан. Темірлан дайынсың ба? Ал Манастың сәл дайындығын көрек. Жігіттер, су бар ма? Мына жерде суларымыз бар еді, жан-жақтан тартып кетеді, Құдай сақтай. Су алып келе қойшы, су. Жақын алаңнан, жақын ағаш үйден. Палуандар жүлдеп жатыр, біз жүлдеп жатыр. Көк түскен жоқ. Қызылдың аяғы көктің бұтының арасынан бірінші тиіп кеткен екен жерге. Қыздар жүгіре қойынша, Қызыл жолаққа. Камерадан қарады. Ол аяғы тимеген жағдайда көк таза түсіп қалып еді. Бірақ аяғы бірінші тиіп қалыпты. Камерадан қарады. Ол бұлай көзге көрінбейді. Менде суға кеткен бала бар ма? Мына қонаққа қонақ жайлық көрсетпейміз бе?
Қонақтардың айтқан тезірек орындайық ұяттылар. Мына ауылдың елдігі қайда, ауыз біршілігі қайда демей кетпесін, деп кетпесін. Осы ауылдың ауыз біршілігінің арқасында өтіп жатқан той ғой. Абырой ортақ, той ортақ, ел ортақ. Так, достар, ақтықсын жақындап қалды, бөлсейік, лайк басайық. Қызықта бірге көрейік, елмен бірге. Неге айтпадыңдар деп қалмасын. Так, сұңғаттың күн шықты. Жаңа ғана қызыл. Дәурен ғой, Ал балуанға оң солы бірдей ғой енді. Біздің Манас баламыз, Темірлан балуанымыз екеуі 3-ші орынға таласады. 3-ші орынның жүлдесі 300 мың, 4-ші орын алғанға да 100 мың теңге сыйақы бар. Жеңілген палуанға да жүлде береміз. Орал мен Жылой. Ал енді Сұңғат пен Дәурен сірә бас жүлдені сарапқа салады ғой. Орал Төреші палуандар дайынбыз ба? Ал кеттік. Не бел кетеді, не белбеу кетеді деген. Ал күрес бастаңыздар, әдемі күрес көрсетіңіздер. Салмақ ауыр, бірақ бізге қызық керек. Ана жігітте оңай емес. Техникамен алып тұр. Жамбас ұпайы. Темірланға жамбас ұпайы. Бүк дейтін не жоқ қазір. Қазақша күрестің сапасыз. Бұрын бүкті алып алады да палуандар жүретін еді, уақытты создырып. Қазір бүкті алып тастады. Қазір жамбас бар, жартылайы бар. Таза дейтін де амалы бар. Ипон. Кіші атасын танымайды. Темірланның салмағын көріп өтсіңдер, Манастың салмағын көріп өтсіңдер. Сапасыз. Китайский. Біздің де ауылдың жігіттері осындай денелі, ірі жігіттер бар. Кеше Сарға барысын алған жігіт бар. 2-ші орын алған Айдархан дейтін баланың өзі талай сүйсініпті кеше. Осы Темірландармен салу керек етсе баланы. Шыңдалсын. Сапасыз. Абайлай көріңдер. Уақыт тоқтатамыз. Міне көрдіңіздер ғой, бір-біріне бауыр, бір-біріне дос. Тек алаңда ғана күресет, алаңдан шыққасын дос, бір-біріне көмектесіп жатыр. Осы жігіттерде талай жарыста, талай аста кездескен жігіттер ғой. Бір-бірінің қыр-сырын білет. Таймаут, уақыт тоқтатайық. Біздің медиктер бар ма ауылдың? Медиктер тұр ғой. Медиктер келе қойыңыздар. Біздер мен ойлап отырмын, біздің ауылдың медиктері тұрған шығар деп. Пожарный, полиция бәрі тұратын еді осындай жерде. Күн жаман жеңшемке тауын атмақ. Аты кемет мына баланың. Мынаның аты кемет? Темірлан. Темірлан Оралдан. Ана ғой да. Енді жүлде керек, абырой керек, атақ керек жігіттерге. Біздер кім қатысты демейміз, кім жеңді деп сұраймыз ғой біздің қазақта.
кім жеңді деп. Дұрыс қой, Қатысқанға мән бермейміз тіпті. қатыспаса да жеңсе болды ғой. Жеңгені біздікі дейміз. Себебі қанымыз сондай. Ар жағындағы жаратылысымыз сондай. Жеңгені менікін деп отырамыз. Ал уақытты қостық кеттік. Сұңғат финалда. Темірлан, Манас дейтін палуандар. Қиқу бар ма ауылдастар? Күрес ұнай ма сіздерге? Қандарын қозып атыр ма? Қан қосса, делебе қосса, айқай шумен қолдап отыруымыз керек палуандарды. Қиқусыз қыран құста ұша алмайды дейді Мес Қосынбай. Темірлан Көлбай таза әдіс жасады, тазаға түсірді. Манас 4-ші орынның иегері. Темірлан Көлбай 3-ші орынның иегері. Салмақ жетпей қалды. Ой, бәрекелді. Темірлан, біздің ауылға келгеніңе, осындай әдемі күрес көрсеткеніңе, ауылдың азаматтарының, ақсақалдарының, аналарының атынан басымызды еп алғыс айтамыз Темірлан жан. Қошеметтеп қойыңыздар Темірланға. Темірландар анау-мынау жерде жүрмейтін балдар. Кез келгеннің уысына түспейтін балдар бәрі де. Темірлан жан айналайын, жолың болсын. Еліңе дұға сәлем айт. Маңғыстауда, Берекелі Бейнеуде ынтымағы жарасқан Сарыға дейтін ауыл барын есіңе салып, ауылыңа сәлем айта берерсің. Сұңғат Зәкәрияев дейтін балуан кеше ғана Қызылқоға ауданы Миялы орталығында 60 жылдық қоя Сұңғат? 80! 80 жылдығы. Қызылқоға дейтін ауданының 80 жылдығын тойлап келді. О жақта да айтыс, күрес, аламан, барлық жарыстар болды. Сұңғат сол тойдан шыға бере біздің ауылдың, біздің елдің мерейін өсіруге Сұңғатжан да келіп тұр. Сұңғатжанға да бір қошемет көрсетіңіздер. Ай, бәрекелді. Сұңғаттың, Дәуреннің, Қарабураның орталарымызда жүргені, осындай дәстүрді, осындай салтты қазақтың күресінің, шалдардың амалдарын бізге көрсеткендер үшін мың алғыс айтамыз. Бұл жігіттер қазақтың бейбіт күннің батырлары. Ал сәттілік. Ал кім жеңгені біздікі енді? Дәурен деп, Сұңғат деп бөле жармаймыз. Жеңгені біздікі. Жеңгені Сарғаның баласы болады өшім. Ал міне ақтық мәре, осыдан кейін күрес бітті ағайындар. Неге қиқу жоқ? Неге делебеміз қозбайды мынандай жарыстан? Жарты. Сұңғаттың пайдасына жартылай жеңіс. Жартылай жеңіс Сұңғаттың пайдасына. Әлі уақыт бар палуандарға. Есепті түбегейлі өзгертіп жіберуге уақыттарың бар. Сұңғатты да қолдаймыз, Дәуренді де қолдаймыз. Батыр ортақ, ақын ортақ елге. Енді Дәурен кеше айттық қой, ата қоза Айтқылұлы атамыз батырдың жарысында бас жүлдені алған Свежий атағы. Сол кезде финалда күресті Сұңғат сол кезде жеңілген екен. Енді қазірде көреміз, бағы мен бабы кімнің озады. Көрдіңіздер ғой, міне мақтылар іріктеліп шығады осылай. Мақтының аты мықты ғой. Енді бұл жерде Дәурен жеңісті қайталай ма, әлде Сұңғат қайтадан есе жібере ме? Енді оны бізге әлі белгісіз. Бірақ енді Сұңғат қазір жартылай жеңіспен алда тұр. Дәурен де намысқа тырысса дейміз.
Жамбас ұпайы Сұңғатқа. Бір жамбасы бар, бір жартылайы бар. Сәл қалып бір тек, сәл қалып бір. Тағы бір жамбас. Жамбас кім болды? Сәл қалып бір, сәл қалып бір. Сұңғат алды. Уақыт 1:50. Бір жамбас. Уақыттар 1 минут 50 секунд уақыттар. Әлде де уақыттар жігіттерге. Мына жарыстың, сайыстың жүлдесін тазаға түсірді. Сұңғат Закаряев, Сұңғат Закаряев. Жамбас десе де болады. Бәрекелді, Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы дейтін ауылдан келген палуанымыз. Енді Дәуренді де айттық қой жаңа. Айтқұл атамыздың, Атақозы атамыздың сайысында бас жүлде алған. Дәурен сенің де орның бөлек айналайын. Сұңғат айналайын, елге келгеніңе, осындай әдемі күрес көрсеткеніңе мың алғыс, елдің атынан алғыс. Ел қошеметтеп қоямыз, тарамаймыз. Мына палуандарды бірден марапаттап тастайық. Аудан әкімі Рахымжан Ысқақұлын алаң төріне шақырайық. Жігіттер, алаңға мінбейміз, түсеміз. Рахымжан Ысқақұлы аудан әкімі келе қойыңыз. Палуандарды Бейнеу аудандық мәслихатының төрағасы Ардақ Рабимұлы келіңіз. Ауыл әкімі Тұрлан Хабиболлаұлы келіңіз. Палуандар Сұңғат Закаряев бірінші орын алған, екінші орын алған Жарылғапов Дәурен кел айналайын. Үшінші орын Темірлан Күлбай. Төртінші орын Манас келе қой жарық. Шапанымен келіңіздер, сәні қой, ауылдың тойы. Жаңа ауылдың азаматтарының тіккен жүлдесін айттық. Бас жүлдеге 1 миллион теңге Сұңғаттың еншісінде. Екінші орын 500 мың теңге, үшінші орын 300 мың теңге, төртінші орын 200 мың теңге. Ал, әдемі, міне көп жерде үш орынмен бітіп қалады. Бұл жерде 4 орын. Жеңілген балуан, жеңілген жоқ енді, осыған дейін келді ғой енді. Ширек финалға дейін. Манас келе ғой жөнмен. Ал, енді мына ауылға келген жігіттерді тағы да рахмет айтамыз. Ауылға келген жігіттердің Сұңғат бастаған, Темірлан қостаған, Дәурен сірә өзіміздің ауылдың баласы. Манас жанына Жылойдан келіп атқан. Бәріңіздің де орындарыңыз бөлек, сіздерге деген құрметіміз, ниетіміз ерекше. Ал, 4-ші орында Түзелбаев Талғат дейтін біздің ауылдың батыр марапаттайды, жаңа төреші болған. Ал, келіңіздер. 4-ші орын Қайырбай Манас. Жылойдан келген палуанымыз, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Үшінші орын алған Темірлан Күлбай. Батыс Қазақстан облысы, Оралдың, Ақсайдың тумасы. Тана бала. Ой, бәрекелді. Темірлан талай додалардан көріп жүрміз. Талай. Екінші орында ауылымыздың азаматы Айбек Сембіғалиев ағаны тапсырды. Екінші орында аудандық мәслихат төрағасы Ардақ Рабимұлы. Екінші орынға ие болған Қараш бала Жарылғапов Дәурен дейтін баламыз. Ой, жарайсың Дәурен. Бәрекелді. Бірінші орын, бас жүлде 1 миллион теңге Сұңғат Закаряев.
Ой, Атыраудан, Қызылқоғадан келген балуанымыз. Бәрекелді, құтты болсын. Ысқақович, бірден айтасыз ба? Суретке түсейік, суретке жинала беріңіздер. Құрметті мынау спорт сүйер қауым, қадірменді Сарға ауылының тұрғындары, мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Шындығын айту керек, жаңа Райымбегенім айтқандай, бүгін адалдығы білініп тұратын болса, біз жеңілген балуанға да жүлде береміз деген бағытта үлкен шара өтті. Шындығында әділ күрес болды. Мынау Сұңғатта, Темірланда, Манаста біздің Қазақстан бойынша өнер көрсеткен тәжірибелі палуандар. Осы тәжірибелі палуандардың Райымбек өте керемет айтты. Шыны керек біздің Сарға деген ауылдың өзіміздің көңілімізде үлкен той әрине. Бірақ бір кішкентай ғана Сарғаның тойына елеп келіп атқандарыңыз үшін көп рахмет. Және де айтатынымыз, осы Сарға ауылындағы тойды Қазақстанда айтып жүргендеріңізді жақсы көреміз. Аман болыңыздар, қай-қай жерде жолдарыңыз болсын, сәтті жолдастарыңыз болсын. Ал суретке түсеміз, балуандар. Арқан тартыс бар, дайындаламыз. Сахнада арқан тартыс. Үлкен сахнада. Arkan tartışma jinalamız. Var mı? Komanda var mı? Yok olsa şayga. Kaska, bir minut çıktır. Bir minut. Bir minut. Bitirme olayı lan. Just dur olayı da çek. Арқан тартыс дейтін сайыс бар. Сырттан келген, ауылдан шыққан командалар 5 адамнан дайындалып тұна сахнаның ішінде болады, бірақ көрермендер сыртында тұрады, ана қоршаудың сыртында. Ал арқан тартысқа мына жерде кім бар? Аслан, сендер 6 команда шықты ба? Жазылсын, ал келіңіздер арқан тартысқа. Жан-жақтан келген қонақтар, ауылдың жігіттері, класс болып, жыл болып өздеріңіз қарайсыздар. Сахнаның алдындағы алаңда өтеді, көрермендер бері қарап жеребемен болады. Кеше өзіміз арқан тартысқанбыз. Сонда 64, 74, 84, 94 жылғы 4-ші ағаш үйдің жігіттері жеңіске жеткен сол кез. Ал Нұрдосқа жазылыңыздар, арқан тартыңыздар.
Жаслан қайда? Жаслан, Жәлелов Жаслан. Кетқан ба? Жәлелов Жаслан күрес алаңына шақырылады. Жәлелов Жаслан. Арқан тартуға шақырамыз. Орталық сахнаға. Арқан тарту. Екі жиналамыз. Тезірек өткізіп тастап, сосын шай ішіп жақсы еді. Тезірек деп. Қалауда дайын болып қалған. Ағаш үйлердің барлығында шай тамақ дайын. Барлық жақсы еді. Үшмедеміз. Әзірде бара беруге болады. Арқанда жүрді көрмейміз енді. Команда бар ма? Ауылдың жігіттері, Синка. Kötü konuş. Ay, tuma aşırısın da. Kötü konuş. Балуандар ағаш үйдің ішінде бақтауы.
жігіттерге тіркелу жүріп жатыр ағаш үйдің ішінде. Тездетейік. Екі жүлде, бірінші орын және екінші орын. Бірінші орынға 70.000 теңге, екінші орынға 40.000 теңге. Дайын болса, жігіттер, ұйымдастырушы жігіттер. Палуандардан да бір команд шығаруға болады. Түйе палуандардан. Тездетеміз, жігіттер, тездетеміз. Бұл жерге Бейнеу ауданынан келген ПЧ 12 мекемесінің Бейнеу аудандық чемпионы қатысқалы тұр. Қошемет! Жарыс қашан басталады? Нұрдос, дайын ба Нұрдос? Неше команда бар? Жылдамдатамыз, жігіттер, ұйымдастырушы жігіттер, жылдамдатайық. Жеребе тартылып жатыр ма, жігіттер? 92 жылғыдан бір бала, келің ағаш үйге. Тездетейік, сені күтіп отырмыз. 92 жылғыдан кім бар? Барды ма?
Екінші орын Дәурен Алт, Жарылғапов, Қарабұраң інісі. Үшінші орын Оралдың жігіті. 92-85 мен сарға бір команда шығарың жақсы етіп. Дұрыс, Темірлан үшінші орын. Оралдан. Өй, біледі ғой бәрді. Бейнеу 89 деген бар ма дейді? Дұрыс, жігіттер, рахмет айтып отқандарыңа. Күрес бітті. Арқан тартыс. Сонымен 50 жылдық тамам болады. Маңғыстау, Бейнеу ауданы, Сарға ауылы. Үйіңді іштім мен бүгін көк бөрілердің жаралы, адым сайын аңдыған қақпаннан сирақ қанады. Арландарым атылып бүртелер кез дау-даланы, айналамның барлығы шибірі болып бар. Соңғы жазылған Бейнеу дейтін командадан бір жігіт келе қойшы ағашыға жеребе суыруға. Соңғы жазылған Бейнеу дейтін команда. Соңғы жазылған Бейнеу дейтін командадан бір жігіт ағашыға. Соңғы жазылған Бейнеу дейтін команда бір адам ағашыға жеребе тартуға келіңші. Кыртасын көтергендерді Командаларды көралмадым ортаға мен. шақырамыз. 8 команда мүшелері Қол 5 күресін адамнан түсірдім фотоға. сахнаға келеміз. Шыға алмадым, жанында өтіп кетіпті. Жігіттер, 8 команданың жігіттер сыртқа тұрамыз, команда шақырғанда ішке кіреміз. Кірсін дейді, 8 команданың жігіттері 5 адамнан ішке кіріңдер. Күрестен Сұңғат алып. Арқан тартатын 5 адамнан әр команда. Екінші орын Дәурен Жарылғапов, Қарабұраң інісі. Жақындаң, сахнаға қарай жақындаң. Үшінші орын Темірлан, Орал. Жігіттер, Төртінші орын Жылой. мұнда тұрамыз, төменге. Жігіттер, тездетейік, өзіміздің ақтымызды өзіміз алмай. Жігіттер. Атырау, Қызылқоға, Миялы. Сұңғат, Закаряев. Берш. Ей, жігіттер, мұнда ендер, мұнда. Сақна, алда жақындаң шекеңіз. Нұрдос, қайдасың, Нұрдос? Нұрдос, Ашөк, жеңке ауырат. Ел міне. Жігіттер бер қарайық, общий бір фото. Жігіттер бер қарайық, общий бір фото. Нұрдос. Артына не үшін баған? Жігіттер тек бір фото қарай қояйық. Жігіттер, бәріміз тұрып қой міне. Мынаның ережесі бұлай. Мына орта центр. Мына сызық. Осы сызықтан 2 адамның аяғы шықса, победа. Жеңіс бар. Түсіндік қой да? 2 адам. Бірінші команда Есет ауылы аралас командасы. Есет ауылы аралас командасы. Ya,
Ал жігіттер ортада төрешіге бағынамыз бәріміз. Жігіттер бағынайық. Мына қызыл ортада. Босатыңдар, тартпаңдар. Құлаштайды қазір, сол жерден ұстайсыңдар. Құлаштайды, сол жерден ұстайсыңдар. Жігіттер аржан шығайықшы. Әне, ар жақтан ұстайсыңдар. Әне, дәл сол жерден ұстаңдар. Өзі, босат. Есет, босат. Босатың, сәл босатың. Жігіттер команда айтылады, болды. 1, 2, 3, go. Жібер, Абай күйінен жіберің, жігіттер. Қошемет қолдау өтіп отырайық, Айқай шу салық қайда балдарға. Победа, аралас! Жеңіске жеткен аралас! Келесі ортаға ПЧ 11, екінші ағаши. ПЧ 11 шығамыз. Екінші ағаши. ПЧ 11, екінші ағаши шақырамыз ортаға. Дайындалып отырсын, осыдан кейін бейнеу командасы ПЧ 12. Екінші ағаши жоқтығына байланысты жеңіс ПЧ 11 командасына беріледі. Ортаға шақырылады бейнеу ауылы ПЧ 12. Бейнеу ауылы ПЧ 12. Дайындалып отырсын 1994-1995. Бейнеу ауылы қайда? Мана жазылып кеткен команда. Бейнеу ауылы. Команданың жоқтығына байланысты жеңіс ПЧ 12 беріледі. Ортаға шақырылады 1994-1995. Ауылдың жігіттеріне қолдау көрсетіп қоямыз. Дайындалып отырсын, осыдан кейін аралас командасы ПЧ 11. Ортаңғы сызықтан екінші адам өтсе жеңіліс табады команда. Баста! Қолдау көрсетеміз. Халықтың арасынан демеуші olan дейтін болсам, Рұқсат. Жеңіске жеткен 1995. Қолдау көрсетеміз ауылдың жігіттеріне. Ортаға шақырылады аралас командасы ПЧ 11. 94 реванш көрдіңдер қалай болады. Жібер, ортаға, жібер, құлаштайды, сол жерден ұстай. Жібер, босат, ортаға алып келін.
Bas qara buva. Qara buva. Намысты бермей. Босат, орта алып берің жігіттер. Болды. Қара бура. Болды, ұстақпа. Босатшы. Қара бура. Болды. Жігіттер музыка қосамыз. Жігіттер ортада түреш қарап тұр, ар жақтан да, бер жақтан да. Екінші адам өткен жоқ, братан. Екінші адам өткен жоқ, сосын қарап тұр. Повтор. Аралас победа. Дұрыс. Екі адам өткенше жіберіп қалмау керек, аналар жіберіп қалады. Ой, жеңілді қой. Иә, сүйреп барады. Екі адам не, бір адам не бәрібір. Барды аралас. Жеңілді. Болды, жеңді, болды. О, күш бар екен, белгілі көрініп тұр ғой. Бір адам шықты не, екі адам шықты. Дауласқанда ештеңе істей алмайсыз. Сырғанаты болып келді ғой. Келесі команда ортаға. ПЧ 12-1995. Алдың жігіттеріне қолдау көрсетеміз, қолдау. Қиқу қайда? Алдың жігіттеріне рух береміз айқайлап, ауылдастар. Жүлде қоры тек бірінші орын мен екінші орынға беріледі. Ауылдың азаматтарынан демеуші олам дейтін болса рұқсат. Баста! Қолдау көрсетеміз, ауылдың жігіттеріне қолдау! Алдың командасы ақысына жолдамақ 1995 командасы. Бәрекелді, қолдау көрсетеміз ауылдың жігіттеріне. Нағыз талас болды. Енді ақтықсын. Аралас командасы 1995. 5 минут демалып аламыз.
жатқан жігіттер 2 команда бар. Оған дейін 3 пен 4-ші орынға, 3-ші орынға көрермен көзайымы бар болатын болса, қазір 2 команданы ортаға шығарамыз. Орталарынан суырылып спонсор шыға ма екен? Қызық болсын. Әкімдерге Барма қозылар, менің нағасым жоқ айтпасам бір қозым бар деп аты шығатын еді. Финал. Аманат партиясының атынан 3-ші орынға 20 мың тегіп жатыр. 3-ші орынға шығамыз. Кім бі жаңағы финалға шыққандар? Пұтшы 12 мен пұтшы 11. 3-ші орынға шығамыз. Қазір тиын лақтырып жерде таңдаймыз. 2 команданың капитаны ортаға келеміз. Пұтшы 11, пұтшы 12. Үшінші орынға Аманат партиясы 20 мың теңге тігіп отыр. 3-ші орынға шығатын пұтшы 11, пұтшы 12. Ортаға пұтшы 11, пұтшы 12 командасы шығамыз. Пұтшы 12, 12-ші оң жаққа шығамыз, оң жаққа. Қолда көрсетеміз. Баста! Қолда көрсетеміз. Түйқы қайда? Жеңіске жеткен пұтшы 11 командасы. 3-ші орын, құтты болсын. Ортаға шақырамыз. Аралас командасы 1994. Қазір тиын лақтырамыз, жер таңдаймыз. 2 команданың капитаны келсін ортаға. Тиын лақтырамыз, сосын жер таңдаймыз. Қай жағы ыңғайлы соны ала берсін бізге бәрі. Тиын лақтырамыз, 2 жақтың капитаны.
Ауылдың жігіттеріне қолдау көрсетеміз, қонақтарға да қолдау көрсетеміз. Рух береміз айқайлап, ауылдастар. Ауылдың 5 азаматына қолдау көрсетеміз. Баста! Қолдау көрсетеміз, ауылдастар, қолдау, қиқулдайды, қиқу! Рух береміз айқайлап! Ауылдастар, қиқулдайды! Соңына дейін таласамыз, соңына дейін! Қиқулдайды, соңына дейін таласамыз! Aldı komandası başladı. Birinci oraya yok. Mene nağız gittiler, mene nağız altta. Жарыстың куәсі болдық бәрімізде. Жақсы құрметті ауылдықтар, мынау Маңғыстау дейтін Озалдан білектің күшіменен, жүректің күштілігімен болған Маңғыстау ғой. Анау қара күштің иесі Бөкен Қаралда өткен, кешегі күшік Мәмбет Палуан өткен, кірең мықтылардың Әли Балта өткен, отаны, жері, мына балдардың бүгінгі білек күштерінің сайысына қарап тұрып, сошалдардай балдарымыз әлі өсіп келе жатыр екен, бар екен деп риза болып тұрмыз. Мына жаңа ғана жеңіске жеткен жас балуандарымызға, балдарымызға айналайындар, ендігі білек күшін елдің амандығына, Алаштың баласының тыныштығына жұмсаңдар дегім келеді. Аман болыңдар, ар мен намысқа шаба беріңдер, айналайындар. Олай болса, жарысымыздың 3-ші орын алған ПЧ 11 мекемесін сахна төріне шақырамыз. Аманат партиясының атынан 20.000 теңге сахнаға келеміз. 3-ші орын алған жігіттер. Орын алған 5 жігіттен сахнаға шығамыз. Естелікке суретке түсеміз. Келеміз. ПЧ 12. ПЧ 11. Өзгелерден таратылған, өр намыстан жаратылған. Баласының батырлығы хан мен бойға таратылған. Алатаудай алашымның, қаратаудай баласымның. Сертификат қайда? Жүлде бұл. Құтты болсын, төрге отамыз. Ораймын барасылы, намысын қолдан берме.
сахна төріне шақырамыз. Қазақтың жігіттері арыстан, оңтүстік солтүстік шығыс батыстан, ақылды білімді данышпан, көк ту желбіреп көрінеді алыстан. Сай гүлігін сай болып өзіңе, ере берме әркімнің сөзіне. Төрт дөңгелек барады дөңгелек, қара тұлпар жеткізбей өзіне. Сай гүлігін сай болып өзіңе, ере берме әркімнің сөзіне. Жүздесін табыстаймыз. Ауылымыздың чемпиондары жігіттерімізді ортаға шақырамыз. Бас жүлде. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Бас жүлдеге қосымша мәслихат төрағасы Ардақ Бораш 50 мың теңге ұсынып жатыр. Және ауылымыздың азаматы Қуат Қадыров бір қозы. Және бірінші орын жүлдесі. Құтты болсын ауылымыз. Суретке түсеміз. Қазағымның жігіттері кейде қарапайым, жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық, сабырлық жігітке сән, кейде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын. Арулар қадірлейді жігіттерді, бұл жігіттен жалғамақ үміттерді. Мұз болып қалған жүректі жібітеді жасып. Ал енді ағаш үйге барып шай ішеміз. Барлық ағаш үйде шай тамақ дайын. Жақсы етіп шай ішіп, тамақ жеп, көңіл көтереміз. Рахмет. Бір екі. Ой, енді ақшада тұрған ештеңе жоқ. Жігіттердің өнері ғой. Көрсетіп қалып атқан. Ал достар, осымен стримнен шығамыз. Той тарқайды. Ауылға қайту керек бұйырса. Ой, ауыл қайда, су қайда. Неше күн болды жүргелі. Көріп тамашалаған жігіттердің барлығына рахмет. Сұрақтарға жауап беріп көмектескен маңғыстаулық жігіттерге де Алла сыйласын. Мен қарайтын. Рахмет, рахмет. Сау болыңыздар. Аздау болар, ештеңе етпес. Жігіттер бірақ шын көңілдермен шыға батыр ғой енді. Білді бірақ кімнің кім екенін. Жоқ, мен Қызанға депутат Айбаққа сөйлеп тұрған. Қызанға барылмайтын болып қалдым, ауыл жақта бір шаруа шығып қалып жатыр. Бұнда жарыс көп, бәйгі көп, тігіліп жатқан ақша көп. Енді бәрі-бәріне жеткізе алмаған болар. Оңай емес. Ауыл сағыз ғой, сағыз. Атырау оға. Барам деп ойлап едім, барылмайтын болып қалдым. Елге бір қонақтар келе жатыр, ауылға қайту керек болып жатыр. Мен өзім Астанадан көшпенділерден келдім, одан Атырауға кетіп қалдым. Оның Қызылқоғанның 80 жылдығына кетіп қалдым. Енді мына жаққа кетіп қалдым. Ауылға бармасам енді ұят болайын деп тұр. Анда-санда ауылға да соғып тұру керек болып тұр. Бұйыртса
Шымкент, Ташкент, Риштан жаққа жүріп қайтуым керек еді бір шаруалармен. Сондықтан болды, бәрі бітті. Ал енді мен ауызда кеуіп қалып, мына бұйырған үйден кіріп шай ішіп алып, бейнеуге қарай тартуым керек. Жарайды, жігіттер, аман болыңдар. Ал енді мына жерде байқап тұрсыздар, арқан тартысты өте жақсы ұйымдастырған болар. Бүйтіп түсіре алмайтын едік, топаң болды. Стрим түгел фотоға да түсіре алмайтын едік. Қайсысы тартып жатыр, қайсысы көмектесіп жатыр, айқайлап жатыр. Мына жерде ұйымдастыру өте тамаша. Ат төбеліндей кішкентай ауыл ғой, бірақ елдің қазақ баласының ұйымшылдығы. Арқаннан ауылдың 95 қоя жігіттер. 95 жас жігіттер жігіт қазақ барыстарын сүйреп шығарды ақыры. Теңселіп тұрып алып бара жатқан сияқты, бірақ кері тартып кетті ақыры аяғында. Ал рахмет барша тілектеріңізге. Жақсы осындай думандарда, той жиындарда әлі талай жүздесеміз. Қызықты қиқулаған сайыстар болып жатса шығып тұрам ғой. Шеберханадан шығамыз бұйыртса енді. Қол өнермен әңгіме айтамыз жайлап. Сет шықты ма? Иә, 95 жігіттер мықты екен, қажырлы екен, салмақта бар екен. Жоқ, Маңғыстау бұл, Сарға. Бейнеу ауданы. Міне көріп тұрсыздар ғой, кәдімгі дұрыс қазақтың қара шөйлері тігіледі бұл жақта. Бұрынғының үйлері. Бұл Маңғыстау. Ата жұрт. Солай. Үш адам ота дейтін жігіттер бар. Жүгімізді артылып. Мен мына көлеңкеден оқып тұрмын, енді бұлай шығып кетсем оқи алмаймын. Жол жүрген кезде маған телефонда керек, зарядта отырайын деп жатыр екен. Ал аман саушылықта. Қимай тұрмыз, қимағанмен болмайды, енді телефонда да қуаттайтын қазір менде мүмкіншілік жоқ. Жолға шығам ғой. Осындай тойларда кездесейік. 14 мың болыпты, лайк. 95-тер алды, 2-ні барыстар алды. 3-ті пычы дейма, пычылар алды. Жақсы, ал, қош бес, аман болайық.